Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Мен сіздермен бүгін ақша потогын ашу техникасымен бірге бөліскім келіп отыр. Сондықтан мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Бұл техника кімдерге қажет? Бұл техника сіздерде жұмыстарыңызда застой болып, еш ақша келмей қалған жағдайда, немесе сіз бір жерден ақша күтіп, сол ақшаңыз түспей қойса, немесе сіз біреуден қарызыңызды ала алмай жүрсеңіз, немесе сізде қомақты ақша күтіп, ол әлі түсіп болмай, түрлі күнде түрлі проблемалар шыға берсе, немесе сіздің салоныңыз болса, бизнесіңіз болса, клиенттер келмей қойып, немесе саудаңыз жүрмей қалса, осы әдісті қолдансаңыз 100% нәтиже береді. Ол үшін сіздерге ең біріншіден адрасван қажет. Адрасванмен бірге амиан қажет. Амианды енді өзім көрсетпей ақ қояйын, бірақ амиан қажет. Бұл шөпті қазір барлығы білет. Бұл адрасван, орысша бұны могильник немесе гармала деп атайды. Бұл адрасван барлық жерде бар деп ойлаймын. Сондықтан осы адрасванмен техника жасайтын боламыз. Ал бастадық достар. Міне біріншіден осы адрасваннан 3 бөлік керек бізге. 1 сындырып аламыз, 2 және 3. Осы 3 бөлігін сындырып аламыз да, осы адрасванды бізге айтпақшы бір салфетка керек. Салфеткаға орап, осылай ораймыз, немесе былай сындырсақ та болады. Оны былай сындырып, осылай сындырып пакетке немесе салфеткеге орап, амианымызға салып қоямыз. Мысалы, салдық делік. Бұл адрасван амианымызда 7 күн тұрады. 8-ші күні бұл адрасванды қайттан шығарамыз. Адрасванды амианымыздан шығарамыз да, амианымыздан шығарып, далаға сыртқа шығамыз. Ешқандай үйге бұл адрасванды жағуға болмайды. Міндетті түрде сыртқа шығамыз да, қандай да бір ыдыс керек, отқа жанбайтын темір ыдыс болса тіпті жақсы. Осыны адрасванды жағып жібереміз. Сосын адрасванның жанып болғансын, адрасванның күлін аламыз да, қолымызға салфетка ұстап, салфетка ұстап, ол адрасванның жаңағы күлін салфетканың үстіне осылай құямыз. Осылай ұстап тұрамыз да, бір рет дұға оқимыз. Ол дұға комментарийға мен бекітіп қоямын. Сол дұғаны бір рет оқисыңыз да, өзіңізден ары қарай былай шашып жібересіңіз. Сонымен нәтижесін сіз 100% көресіңіз. Бұл менің практикамда өткен, мен және өзімнің ұстазым талай өз практикамызда қолдандық. Сондықтан біздер канал ашайын деп шештік. Ал достар, сәттілік. Алғыс ретінде маған лайк басуды ұмытпаңыз.